Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерді арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерді кереметтей және өте оңай пирогтың рецептімен қуантпақшымын. Құрамында небәрі 4 ингредиенттен тұратын қолжетімді пирог. Қарапайым жолмен және тәтті пирог жегіңіз келсе, онда осы менің рецептіммен пирог дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен сгущенканы алып, ыдысымызға құйып алып, оның үстіне 4 тұқымды салып, екеуін әбден араластырамыз. Венчиктің көмегімен екеуін әбден араластырып, жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген 50 грамм сливочный майымызды құйып, онымен де жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, осылай араластырып болғаннан кейін әдемі сұйықтық пайда болады. Оның үстінен ванилин саламыз. Ванилин өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Себебі бұл пирог тәтті пирог, құрамында сгущенка болғаннан кейін дәміне ешқандай әсер етпейді. Ванилин салмасаңыздар да болады. Мен өзім ванилин салып дайындап жатырмын. Араластырып болғаннан кейін сұйықтығымыздың үстіне ұнды илеуіштен өткізіп салып аламыз. 150 грамм ұн кетеді. Қамырымыз сұйық болу керек. Және де ұнды салып болғаннан кейін оның үстіне разрек етел 1 чайный ложка саламыз. Разрек етел әбден араластырып аламыз. Араласқаннан кейін қамырдың концентрациясы қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа қоймалжыңда болу қажет. Мінекей осындай әдемі қамыр шықты менде. Оны осындай бір формаға құйылды барлығы. Осындай әдемі форманы майлап, осылай құйып алдым. Мінекей осындай әдемі пирог шықты. Енді оны пешке 170 градус ысып тұрған пешке, алдын ала ысып тұрған пешке саламыз. Мінекей осындай пирог менде шықты. Өте әдемі, тез дайын болады және де өте дәмді. Формасы да әдемі, жақсы көтеріледі пирогымыз. Көріп тұрғандарыңыздай күшті көтерілген. Кескен кезде де арасы тез піседі. Мінекей осындай пирог. Кереметтей пирог дайын болды. Ас болсын баршаңызға, назарларыңызға рахмет.